يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. İbrahim пайғамбардың 5000 қойы бар екен. Әлгі қойларды бағып жүретін иттердің мойнында алтыннан таққан таспалар бар екен. Періштелер Ибрахим пайғамбардың дүние мүлкінің қызметшілерінің көптігіне таңғалады. Осыншама бай бола тұра, қайтып Алланың досты бола алады деп таңғалған періштелер бұны Алладан сұрағанда, Аллаху Тағала айтқан екен: барыңдар, Ибрахим құлымды сынап көріңдер деп бұйырады. Сөйтіп, періштелердің біреуі адам кейпінде Ибрахим алейхиссаламның қасына келеді. Ибрахим алейхиссалам қыр далада қой бағып жүр екен. Әлгі періште Ибрахим алейхиссалам еститіндей дәрежеде Алланың зікірін айта бастайды. Суббухун, Құддусун, Раббул малайкати ва рух. Я Раббым, сен пәксің, періштелердің, Жәбраилдің Раббысы сенсің деп, сондай бір дауыспенен зікір айтып атса, Ибрахим пайғамбар: ей бауырым, Раббымның сөзін, Раббымның зікірін қайтып айтшы, мына қойларымның жартысы сенікі болсын деп айтады. Сонда періште: Суббухун, Құддусун, Раббуна ва Раббул малайкати ва рух деп атса, Ибрахим пайғамбар: тағы айтшы, бүкіл қойларымды берейін деп бұйырады. Сонда әлгі періште таңғалып Ибрахимнің қасына келіп: ей Ибрахим, сен менің кім екенімді білесің бе десе: жоқ, білмеймін. Мен ғой Жәбраилмін ғой, сені сынау үшін келдім, маған сенің қойларының керегі жоқ, қайтып ал десе, Ибрахим пайғамбар: сен Жәбраил болсан, мен Ибрахиммін ғой, біреуге бір нәрсе берсем, ол нәрсені мен қайтып алмаймын деп айтады екен. Міне, сол үшін Жәбраил періште айтқан екен: ей Ибрахим, сен шынымен Алла Тағаланың досы болуға лайықты екенсің деп айтады екен.